Ассалаумалейкум достар, сіздермен бірге Марфуға Шапян. Әдеттегідей менің каналымда жүздесіп отырмыз. Достар, сіздер өздеріңіз менен жалпы әйелдің намаз оқуына қатысты қалай оқиды, қимылдары қалай болады, сол туралы көп сұрадыңыздар. Мен де бұл видеоны түсіру туралы ұзақ ойландым. Сонымен нәтижесінде міне түсірдім. Жалпы енді әйел адамның намазын басқа ер адамдар көріп қоюы мүмкін, интернетке салсақ басқалай болуы мүмкін. Сол себепті олай салуға болмайтындықтан мен кішкентай сіңілімнің намаз оқу әдістерін түсіндіріп, астына өзімнің дауысымды жаздым. Енді сіздерге барлығы түсінікті болады деген ойдам. Қарап көріңіздер. Таң намазының 2 рәкат сүннетін оқу үшін уақыты кірісімен дәрет алып, дайындық жасайсыз. Жай намазыңызды жайып, жүзіңізді құблаға қаратып, таң намазының 2 рәкат сүннетін оқуға ниет етесіз. Ниет Алла разылығы үшін таң намазының 2 рәкат сүннетін оқуға ниет еттім деп іштей айтылады. Бір ескерте кететін жағдай, әйел адам намазды толықтай іштен оқиды. Қолды осылай көтеру тәкбір деп аталады. Көзіңізді жай намаздан алмай, 2 алақаныңызды құблаға қаратып, саусақ ұштарын иық тұсына дейін көтеріп, Аллаху акбар деп тәкбір айтасыз. Намаз бойы көзіңіз жай намаздың маңдайыңыз тиетін жерінде болады. Сосын оң қолыңызды сол қолыңыздың үстіне қоясыз. Бұл қиям деп аталады. Қиямда тұрып бірінші рәкатты бастайсыз. Әр сәждеге барып қайта тұрғаныңыз 1 рәкат болып есептеледі. Қиямда тұрып Субханака дұғасын, сосын Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим деп Фатиха сүресін оқисыз. Артынан Құраннан кез келген өзіңіз жаттаған бір сүре немесе 3 аят оқыңыз. Сүре оқып болған соң Аллаху акбар деп рукухқа барасыз. Рукухқа бару ол тізеге қолыңызды қойып еңкею. Саусақтарыңыздың арасын ашпастан қолыңызды тізеңізге қоясыз және тізеңізді сәл бүгесіз. Осы әрекет рукух деп аталады. Рукухте Субхан Раббил Азим деп 3 рет айтасыз. Рукухтен тұрып жатқанда Сами Аллаху лиман хамидах деп тік тұрған соң Раббана лакал хамд деп дейсіз. Сосын Аллаху акбар деп сәждеге барасыз. Сәждеге барарда ең алдымен тізе, сосын қол шынтақпен, одан кейін маңдай мен мұрын жерге тиеді. Шынтағыңызды қабырғаңызға жақын ұстайсыз, ал аяқтарыңыздың ұшымен жер тірейсіз. Сәждеде жатып, Субхан Раббил А'ла деп 3 рет айтасыз. Одан соң Аллаху акбар деп басыңызды сәждеден көтеріп, тізерлеп отырасыз. Отырғанда 2 аяғыңызды оң жаққа жіберіп, сол жаққа жартылай жамбастайсыз. 2 қолыңыз санның үстіне қойылады. Отырғанда Субханалла сөзі айтылардай қысқа кідіріс жасап, Аллаху акбар деп қайта сәждеге барасыз. Сәждеде жатып Субхан Раббил А'ла деп 3 рет айтасыз. Сосын сәждеден 2-ші рәкатқа тұрасыз. Тұрарда алдымен басыңызды көтеріп, содан соң қолыңызбен тізеңізді таянып, Аллаху акбар деп қиямға тұрасыз. Қиямда оң қолыңызды сол қолыңыздың үстіне қойып, көкірек тұсыңызда ұстайсыз. Сосын бисмилладан бастап Фатиха сүресін, артынан қосымша жаттаған кез келген сүрені оқыңыз. Бастысы алдыңғы рәкаттағыны қайталамаңыз. Сүре оқып болған соң Аллаху акбар деп рукухқа барасыз. Саусақтарыңыздың арасын ашпастан қолыңызды тізеңізге қоясыз және тізеңізді сәл бүгесіз. Осы әрекет рукух деп аталады. Рукухте Субхан Раббил Азим деп 3 рет айтасыз. Рукухтен тұрып жатқанда Сами Аллаху лиман хамидах деп тік тұрған соң Раббана лакал хамд деп айтасыз. Сосын Аллаху акбар деп сәждеге барасыз. Сәждеге барарда ең алдымен тізе, сосын қол, шынтақпен, одан кейін маңдай мен мұрын жерге тиеді. Шынтағыңызды қабырғаңызға жақын ұстайсыз, ал аяқтарыңыздың ұшымен жер тірейсіз. Сәждеде жатып Субхан Раббил А'ла деп 3 рет айтасыз. Содан соң Аллаху акбар деп басыңызды сәждеден көтеріп, тізерлеп отырасыз. Отырғанда 2 аяғыңызды оң жаққа жіберіп, сол жаққа жартылай жамбастайсыз. 2 қолыңыз санның үстіне қойылады. Отырғанда Субханалла сөзі айтылардай қысқа кідіріс жасап, Аллаху акбар деп қайтадан, яғни 2-ші мәрте сәждеге барасыз. Сәждеде жатып Субхан Раббил А'ла деп 3 рет айтасыз. Сосын басыңызды сәждеден көтеріп, соңғы отырысқа отырасыз. Отырғанда 2 аяғыңызды оң жаққа жіберіп, сол жаққа жартылай жамбастайсыз. 2 қолыңыз санның үстіне қойылады. Отырыста кезегімен әт-тахият, Аллахумма салли, Аллахумма барик, Раббана атина дұғалары оқылады.
Ол дұғаларды оқып болған соң ассаляму алейкум ва рахматуллах деп алдымен оң жағыңызға, сосын сол жағыңызға сәлем беріп намазды аяқтайсыз. Парыз намаздан кейін екі алақаныңызды жайып астағфируллах сөзін 3 рет қайталап мына дұғаны оқисыз. Аллахумма әнтәссәләм ва минкәссәләм тәбәрәкті я зәл жәләли вәл икрам деп бет сипайсыз. Сіздерге видео пайдалы болды деген ойдамын. Алла нәсіп етіп барлықтарыңыздың намаз бастауларыңызға тілекшімін. Намаздарыңыз қабыл болсын. Осы сіздерге арнап түсірген осы видео пайдалы болсын деген келеді. Егер тағы да бір сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астына жазыңыздар. Мен барынша барлығына жауап беруге тырысамын. Және мына төменде көрсетілген инстаграмыма да жазылып қойыңыздар. Ол жерде де қызықты ақпараттар өте көп. Және каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Қандай видео түсірейін, ол туралы да жазып кетіңіздер келесіде.